телефондарыңызды сөндіріп, немесе дыбыссыз режиміне қоюларыңызды сұраймыз. Жақсы демалу қайтуларыңызға тілектеспіз. Сәтті қойылым болсын.
де тербеді. О, алысқа. Көп жылдардың ар жағында қалған балалық шаққа бара жатады. Sen müldüm internet'ta kalmamayısın. Ne үшін? Өйткені senin табиlen дұрыс емес. Қалай дұрыс емес? Неге дұрыс? Әкемнің азан шақырып қойған аты солай. Ау, қате деп көрмесің. Әкем, түзетіп жатамыз. Түзетпейсіз ағай. Не түзетіп? Сен немелеген түсінбейсің. Нұр, күннің нұры, рухай тапмазы деген сөз ол. Ана сен себептегілер, о бастан қате жазып жіберген. Болмайды ағай. Неге бұл? Обал ғой. Обал? Обал. Енесі обал. Енді тыңдаңыз ағай. Бүкіл ел менің Нұртазаның баласы дейді. Енді айналып келіп Нұртаза айтып болып шыға келсе, күлмей ме? Әкеңнің азан айтып қойған атын өзгертіп жібергенің не қылғаның демей ме? Болмайды ағай. Балақай, сен менімен ерекше білетін болсаң, мен сені мүлдем интернатқа қабылдамайын. Все. Ой, ағай. Ерекспеймін ғой, бірақ не бірақ? Көшім ханды білесіз ғой, ағай. Хан? Иә, Көшім хан. Көшім ханды білем? Сіңірдің ханы Ермакпен соққан. Дәл өзі. Та. 16 мен дейін 15-ші ғасырда да. 16-ші ғасырда өмір сүрген. Ермакпен соққан Сібірдің ханы Көшім ханды бәріміз. Сен оны кеше сұрап тұрсың ба? Ағай, сол Көшім ханның әкесі де Мұртаза ғой, ағай. Мұртаза? Иә, Мұртаза. Оны сен қайдан білдің, я? Программада жоқ. По крайней мере, 7-ші класстың кітабында да жоқ. Сендерді анау ауылдарың молдықты солай оқытқан болар, а? Иә, бізге сабақ берген ағай. Ағай? Қандай ағай? Ой, жоқ ағай. Өзімнің бір жерден оқып білгенім бар ағай. Солай деп балақай. Иә, солай. Мен сені интернетқа қабылдамайын. Мектепке қабылдамасын, иә. Пожалуйста, оқиын. Бірақ қалада қасық. Қалада үйім жоқ қой, ағай. Үйім жоқ болса қайсың? Әмейден түзетейін. Ой, ағай, түзім ғой. Түзім емес. Мен саған, Нұр дейін, Нұр. Ағай. Не ағай? Өзіңіздің де фамилияңыз. Менің фамилияма білесің ба? Ол да. Не ол да? Ол да түзім емес, ағай. Менің фамилиям түзім емес? Иә, сіздің фамилиямы қай жер? Сіздің фамилияңыз Көргүлін емес, ағай. Көроғлы. Сен өзі бір тәуір бала сияқтысың, а? Отырш. Ағыз фамилиям қалай дедім өзі? Мұртаза. Кім дейсің? Мұртаза. Не істеп отырсыз, ағай? Мен де қойдым. Мұртаза. Ағай. Міне, ағай. Мұртаза. интернетқа қабыл. Рахмет, ағай. Сен бала, талабыңнан тайма. Жаман.
Жасыңын қойған сайын, Оға құрдас, қатарың келмей бастайды. Өз қатарың болмаса, ойға барма деген. Мектепті мен бітірген деген кімдер бар деп сұрастырсам, көп жоқ. Сақал мұрды әппақ құдай болған, әбдуәлі Тағай. Бүрі шашы түсіп қалған, Исатай Үмбет байып жүр. Ақан молда, Озгөз мана. Abdülhal Ağay!
Aytay, uğurlarsa bilek. Hizmet жасайтын Астанада үлкен нанды күні бар. Ешқандай жұмысым жоқ. Қарным тоқ болса да сол дүкенге анда-санда кіріп шығамын. Дүкеннің іші жып-жылы. Ал нанның иісі ана сүтінің иісіндей. Дүкенге кірген сайын интернат есіме түседі. Жиі-жиі ойға қалам. Интернаттың бір үзім қара наны болмағанда біз осындай дәрежеге жетер ме едік? Кім білсін? Нұр жаусын саған, интернаттың қара наны. Bak ben kızır kaçmaz
шағында, Мыңбұлақта болған үйімді көремін. Түсіме ылғи Айша керек. Айлы түндердегі Айшаның әңгімелерін сағынды.
айтса қайқылдағыны еске саласың. Айтып берші енді аға. Айтсын да Айсат. Иә болды. Бір емес үшеуін бірдей Құдайдың өзі берді. Өзі қайта алды. Тұңғышымыз ұл болды. Орта Рахметі жанын жанатта болды тұңғышымыздың атын. Құтыбай деп қойды. Құтыбай? Құтыбай. Да келсін дегені ғой. Соқыр әжем. Айғақын ескерінде ма? Жақсы адам еді қожа. Шарықтық. Баланы бауырына басып әлдилеп, әлпештеп ағыт. Бір жасқа жетер жетместен шешектен кетті. Шешек? Өте жаман алды болды деуіміз. Қаншама бала, қаншама сәби тұрды. Ал екіншіміздің атын Мұртаза Елтай деп қойған. Ел басқарған сондай кісі болған еді. Сол кісінің атын берді. Бір авалда шешектен кетті. Ал үшіншіміз қыз баласы болады. Мұртазадан айнымаған ашынған жұмыртқадай сұлу болып жетті. Көз тигіме қайда болып айтыста өліп қалды ғой. Үшеуінен бірдей айырылған Мұртазаның шашаға кірді. Сөйтіп жүрген кезде дүниеге сенделіп барсам. Мұртаза айтушы еді, сентябрьдің 28-і деп. Көп оққан олдар сен ғой. Ай, бірақ бұл шешекпен сен ауыр керек. Бітті өлді деп күлерсің. Ал Мұртаза жүнжеп жүдеп өтіп еді. Құдай өмірлі қылсын. Сол сұрағыдан сен аман қалып барсқан. Мысық болғанында сондықтан болған. Дүние есігін ашпай жатып азап көрген адам қайдан орын болушы еді. Оңналарың әріне қысқа. Бәріне жақсы болар. Жүріңдер. Кеттік.
ертеде біздің ата-бабаларымыз орнатқан ұлы Тұран мемлекеті болған. Тұрар Рысқұлов сол Тұрандай тұтас болмаса да, оның жұрнақтарынан толыққанда, уақытта, әрменді мемлекет жасау жолында жауын таласа күрескен адам. Ей Байдам, шындығында Тұрар орыстан оның ешқашан көңілі қалған емес. Түрмеде оның орыстың мықты соқты. Одан кейін жас кезінде орыстың қызын жақсы көріп, қазақ халқы аштықтан қырылып жатқан кезде сол қыздың жағдайын жасап, асты үстіне түсіп бәйек болуы ащы шындық. Кейін Рысқұлдың тұяғы өзінің бауыры Артурды сол келіншектің жолына құрбандыққа шалып жіберуі Тұрардың соншалықты керемет адам екеніне күмән тудырады. Жала! Мұның бәрі жала! Ол өле өлгенше кеңес үкіметінің жанында жақсы көріліп өткені рас па? Рас. Ал енді халқы өле бастаған кезде аштықтан күні қол созған шығар. Ал бірақ ол кезде жүрегі еттен жасалған кімі болса да, анандай сауалға шыдап тұру мүмкін емес. Аға, сіздің айтып отырғаныңыз қай орыс? Қандай орыс? Орыстардың да түрлі-түрлісі бар. Қазақстанға, жалпы Түркістанға зеңбірегін зіркілдетіп келген орыстар бар да, кітабын қолтықтап, соқасымен тырмасын сүйретіп келген орыстар бар. Ал Рысқұловтың көңілі қалмағаны солардың қайсысы? Ал Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Түркістанды билеген орыс шовинистермен арпалысып несі бар? Ленин, Түркістанға аттандырған түрік комиссия, Голощекин, Фрунзе, Куйбышев, Боки, Эльява сияқты қызыл империяшылдармен тайталасып несі бар? Айталасты ма? Шөбәбе солардың қол шоқпарын айналға. Оны әлі зерттеп зерттеу керек. Өлгенше кеңес үкімет ұнатып өтсе, Тұрар Рысқұлов Түрік Республикасы құрамын. Оның өз әскері, өз ақшасы, өз шекарасы, шетелдермен өз дипломатиялық қарым-қатынасы болады деп жан таласып, басын оққағасы тігермеді. Ал 1917 мен 18 жылға ашаршылық мұны Әулиетаны жайлағанда Атшабар мазарында ондаған қазалды көтергізіп, жүздеген аштарды арашалап несі бар. Ал 32 менен 33 жыл болған ашаршылықта да Тұрар Рысқұлов үнсіз қарап қалған емес. Сталинге бұл туралы жан таласып, тағы да басын оққа байлап, 3 хат жазғанын да жоққа шығарарсыз, құрметті аха. Бұның бәрі жел сөз. Теория. Қысқасы Тұрар Рысқұловтың бейін жоққа шығару, пиғылымыз аққа қара жамағандай айқын көрініп тұр. Бір қазақ білен бар қазақ отан сүю мәселесіне келгенде Тұрар Рысқұловтай ақ болып алсын.
аттарын айтпағаның өзінде оның сондай ұлы идеяның құрбандығы болғандығының өзі оның ұлылығын Fenix kuş şekilde tam ölüp öldürülgen. Xitaylar seni kaptadı. Şıngız Khan taптап öttü. Жоңғар шапқыншылығынан Ақтабан шұбырынды деген ат қалды. Елім-ай деген зар қалды. Сол кездерде халық қаншама боздақтарынан айырылып, ұрпақтарын жоғалтқанымен рухын жоғалтпай, жау алдында басы иген емес. Әрдайым қайта жанданып, қайта тірілген. Мен сол қайта тірілген халықтың ұрпағымын. Сондықтан да халқым үшін жаным пида. Халқым, сен аман бол. Şöyle
Tuğлаған шақ, ұлттық намыс кернеген шақ. Мына баламдағы толқын, туылаған теңіз, сонау сақтар, көк түріктер дәуірінің жұрнағы, асауда тарпан қазақтың басына, тұңғыш рет бұғалық түскеннен бергі ұлт азаттық күрестердің жалғасы. Тәубе, 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 тұруы сынбаған екен, намыс өлмеген екен. Тәубе, тәубе. Қарауыр қасталды қайда үшін бір болар ей, сазын қалды сәлмейдің еңбегіндей бұл қолда ей. Қарауыр қасталды кері қай, сиреп қалған тоғайға қамықпа деп көңіл ай. Ұя болса иесіз қайдың үшін сол қайғы, қаңғып келген жүрегің көлге пана болмайды. Ойранды 37-ші жыл лезде төніп келіп қалғандай күй көштік. Студенттерді топ-тобымен комсомолдан шығарып, институттардан қуып жатты. Ал із-түссіз жоғалып кеткен жастардың елдегі ата-аналарының аузына тас қылып салынды. Балам қайда деп айқайлауға үні жоқ. Отыз жетінші жылғы үрей осылай оралды. Çekil. Aysar sılandı. Aysar olsun başı, iyi üzülsün. İyi güveydersin Çekil. Ayşar'a ait. Sılanmasın diye. Ya. Sılamayın oldu. Senin yüzürsün Çekil. İyi güveydersin. Aslan! Sen de жылама! Жылама! Жыламайын. Кетпес. Кетпес, Çekil. Ана! Ayşar'a ver. Çekil. Hey! Hey!
Жылама. 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 Мына Жекемді. Жекем. Жекем. Олайсың бағияға, оралдың баяға. Айда күнде көрексіз, өтті-ау дәурен өзіңсіз. Өтті-ау күндер өзіңсіз. Олайсың бағияға, оралдың баяға. Айда күнде көрексіз, өтті-ау дәурен өзіңсіз. Өтті-ау күндер Сонда бұны Жекем қайдан алған? Өткен жексенбіде базарға барып еді. Сонда сатып алып ұмытып қалмасын деген кем болды. Бүгін наурыз айының соңғы аптасы басталды. Ескіше бұл кезде өлі ара дейді. Кеше ғана шым бейінмен күлген күн бүгін жымды бас. Ал терезенің алдындағы сирен гүлдердің бұтақтары Қылшыға тұтқанғанда қайтадан қарқанында. Ардың аты жаңғыға айланып барып, асынды. Ерхан! Сөз жоқ. Қазақ өті талантты қалып. Тек жақсыны да жаманды да қалғамай өз бойына жинап алады. Осы қасиетіміздің арқасында көрген пайдамыз бен шеккен зиянымыз да ара-қар болып отыр. Олай болса осы қасиетіміз бірыңғай ел игілігіне қызмет ету үшін не істеуге болады, а? Сен кімсің? Өзіңнің замандасың. Саған қояр бірер сұрағым бар еді, соның басы болсын бұл сұрақ. Солай да замандас. Ендеше сұраққа жауап. Қазақ өте талантты халық деп қазақ емес, басқалар айтты, басқалар. Ақсырында жаманды да талғамай өз бойына жинап алса, онша талантты болмаған. Олда құлпа. Осылар үйрен, жаманнан жеген. Ендеше менің де өзіңе деген сұрағым. Неге құлағым сендірсе бар? Адам жанын театр асырай ма? Жүрмеске, а?
Бұл сұрақтың жауабын біле тұра түсіргісі келмейді. Ал театр көбейсе, түрме азаяды. Ой қайдам, күмәнім бар. Өйткені театр адам жанын тазалайды. Ал жаны тазаланған адам қылмысқа бармайды. Демек, түрмеге де түспейді. Түрме адамды түзету орны деген ұғым бар емес. Бекер. Түрмеден түзеліп шықты дегенді бұл кезде естіген емес. Түрмеден түзек адамның өзі қызды. Сау адам ауылын табады. Ал театрға келген кедей адам бай дейді, рухани. Кәрі адам жасырады, ауру адам жазылады. Бұл руханияттың күші. Сонда мемлекетке қайсы тиімді, бе? Түрмеге шыққан шығынды театрға жұмсаған тиімді бе? Жоқ әлде театрдың аузынан азын аулақ несібесін жырып алып, түрмеге жұмсаған жақсы. Бұндас, ол түрде театр деп отырғаным жалпы мәдениет. Руханият деген екенін ұқпай шығарсың. Түсіндім. Серхан ойында. Елдің елдігін сыртқа танытатын оның әдебиетінің мәдениеті сөз. Олай болса, осы екі салаға мемлекеттің қамқорлығы аса қажет сияқты. Замандас, Ғабит Мүсірепов айтқандай, қоғамның қос қанаты бар. Бір қанаты тән азығы, экономика, ал бір қанаты жан азығы, рухани әлем. Екі қанат тең болмаса, қыран тұрмақ шымшықта шолмайды. Ал көреген өкімет өзі мінген арғымақтың қос тізгінін тең ұстайды. Ал сыңар езулетсе, ат түзу жолдан шығып, жарға барып, орға жығылуы мүмкін. Содан сақ болайық. Өзің ауызы дуалы, мына сөзін өрінде қаншама шәкірттерді тәрбиелеп келе жатқан ұстаз. Сол шәкірттерін шерағаңның шекпенінен шыққанбыз деп мақтануын орынды деп есептеймін. Бұған не дереді? Шерағаңның шекпенінен шыққан деген сөз мағына жағын бесінде. Бірақ, ол шындықта келеді. Әркімді елге танытатын өзінің еңбегі. Қазір кімсің? Жазушысың ба? Депутатсың ба? Қайсы биік? Осы сұрақ. Әрине, алдымен адам шығардым. Одан кейін азамат шығардым. Халқымның жүрегінде жазушы болып қаламын деп үміттенемін. Қазақ елінің болашағы жөнінде не дерек? Менің жастардан үмітім зор. Кексе тартқан шағымда осындай ой қорыттым. Қазіргі жастар мына жаңа нарықтық қатынастардың қыр-сырын меңгеруге қабілетті. Алдағы заманда
Ийлік те солардың қолында болады. Халқымыздың рухы жөнінде не ойың бар? Халқымызды ит қалғысып таптап та көрдік. Өбесін көп көтеріп мақтап та көрдік. Бірақ біздің қазақ рухы берген, сан сағатта бекітін білетін еді. Кез келген жауға, кез келген қиыншылыққа қарсы тұра алатын ел. Қазақ тілі жөнінде не айтасың? Егемеміз, тәуелсіз біз деген шырын сөздерге бұрынғыдай масаттанбайтын болып барамын. Азаттық алғанымыз осы ма? Егемен ел болғанымыз осы ма? Өз алдына дербес мемлекет болған Қазақстанда қазақ тілі бәленбай жылдан беріп додаға түсіп, көкпардағы тулақтай таланып, мемлекеттік тіл дәрежесіне жету жолында сан алуан кедергіге кезігіп жатыр. Кезінде сонау сұрапыл соғыс жылдары халықтың қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлы сол кездегі мемлекет басшыларына қазақ тілінің мәртебесі туралы ашық хат жазғаны бәрімізге мәлім. Тілі жоқты айуан дейді. Тілі кедей мемлекетті надан ақұрыс халық дейді. Қазіргі таңда қазақ тілі дөрекі, икемсіз, топас, надан тіл деп жүрген кейбір зиялы қауым арасында қазақтар да олайып бара жатқанға ұқсайды. Олар кімдер? Олар ұлт сезім мақтанышынан, ұлттық намыстан ажырап, жүре болып артта қалып қойған қара беттер. Қазақ тілі өзімен көршілес жатқан мемлекеттердің тілдерінен сорлы болып, артқа қалып өмір сүрген емес. Өз сыбағасын ешкімге де жеткен емес. Солай болған, солай болады да. Замандас, менің бір өкінішім бар. Ол Бауыржан туралы жазылмағаным бір кем дүние. Жалын қайтсе жоғалмайды. Өмір қаншаға жеткенше жазған келеді. Сен
қыш құмыраның қалай жасалатынын білесің бе? Шешелер алдымен саз балшықты илейді, қалыпқа құяды, қырнайды, сылайды. Сонан соң оны 1000 градустық қызуға күйдіреді. Нелер де күйдірмесе, әр былжырап шығады. Шығармашылық та сондай. Жалынға күйдірмесең, жазғанының бәрі бекер. Ал енді жасың ұлғайған сайын күш қосылады деу. Ал енді өзің алды ал. Бірақ сол жалынды жоғалтмасаң дейсің. Өзің кір тұтатын адам бар ма? Бар. Кім? Олар? Thank
Әділетсіз өмірдің қоқсығы өткен жолдың құрылмас елімен қақып кетсін. Вашингтон құдірет қазақ елінің тәуелсіздігін, егемендігін аянды қыла көр.